Қайырлы күн достар, сіздермен мен Әйгерім. Үй жағдайында алмалы бәлішті жасайтын боламыз. Дәмі өте ерекше, дәмі керемет болып шығатын болады. Үйдегі бар заттармен жасалынатын болады. Балаларыңызға жасап беріп, қуантсаңыздар, өте дәмі ерекше болып шығатын болады. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал ендеше ең алдымен құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқамызды, оның үстінен қантымызды салып миксерлейтін боламыз. Миксерді ең төменгі жылдамдықпен бастап миксерлеңіздер. Минут сайын жоғарғы жылдамдыққа жәрімен көтеріп отырып миксерлеңіздер. Сонда қант пенен жұмыртқаның араласуын массасы жақсы шығатын болады. Осылай аппақ массаға енгенше араластырып аласыздар. Одан кейін ерітілген сары майды салып, тағы да миксерлеп жібересіздер. Жақсылап миксерлеп жібереміз. Одан кейін ұн илегіштен өткізген ұнымызға 1 шай қасық разрыхитель қосатын боламыз. Мен разрыхитель қосқаным түспей қалыпты, сондықтан мен қосып араластырып қойдым. Онды осылай жайменен салып отырып, араластырып, миксерменен саласыздар. Сонда бірден салсаңыздар қою түйіршік болып қалуы мүмкін. Сондықтан жайменен салып отырып миксерлеңіздер 2-3 бөлікке бөліп. Одан кейін осылай лопатаның көмегіменен шет-шетін тағы да осылай видеодағыдай алып, тағы да бір миксерлеп жіберіңіздер. Мен толық рецептті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Осылай барлығын миксерлеп алып, одан кейін бізге 4 алма қажет болатын болады. 3 алма қоссаңыздар да болады. Алманың тәттісін қосқандарыңыз небәрі 3 алмадан тәттірек алмаңыз болса, шарлотка алмалы бәлішіміз одан да дәмдірек болып шығатын болады. Мен осылай бетіне сәндік ретінде 1 алмамды турап алдым, жұқалап. Қалған 3 алманы осылай майдалап турап шықтым. Үш алманы жақсылап осылай турап шығатын боламыз. Туралған алманы жаңағы дайындаған қоспамызға жоғарыдан төменнен жоғары қарай осылай араластырып алатын боламыз. Дайындап алған формамыздың шет-шетіне мен сары май жағып шықтым. Себебі піскеннен кейін жабыспай жақсы алынатын болады. Осылай жоғарғы жақтан лопатаның көмегімен тегістеп шықтым. Одан кейін осылай дәл видеодағыдай 2-3 мәрте сілкіпсеңіздер, ауалары шығып, пирогтарыңыздың жақсы болатын болады. Осылай кез келген қалауларыңызша безендірсеңіздер болады алмамен. Мен осылай дөңгелек етіп қойып шықтым. Алмаларды осылай жайғастырып алып, алдын ала қыздырылған пешке пісіріп алатын боламыз қызарғанша. Алмалы бәліштеріміз пісті. Дәмі өте керемет болып шықты.
егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп подписка басып қойыңыздар.